Биылғы жыл қазақ газеттерінің жабылуымен басталды. 10 жыл бойы оқырмандарға түрлі ақпар беріп келген «Дала мен қала» газеті жұмысын тоқтатты. Ақпарат көшіне ілесе алмағаннан емес, жоғары жақтағылардың пәрменімен. Алаш айнасы газетінде енді газет жүзінде көре алмайсыздар, енді тек электронды нұсқада оқисыздар, әрине өкінішті. Осы ретте қазақ баспасөзінің қауқары қандай деген сауал туады. Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры, редакторлар кеңесінің төрағасы Жұмабек Кенжалин ана тілі апталығына қазақ баспасөзі қайрат көрсетіп отыр деп мақала жазыпты. Баспасөз тарихынан ақпар берген алғаш 1918 жылы Абай журнал шыққанда Ғайса Тоқтарбеков атты ұстаздың газет журналды алып оқуды үзбей, ішетін тамақ пен газет журналды бірдей көрсе, яғни тамақты қандай керек қылсақ, газет журналды сондай керек көрсек, надандықтың бізде ақысы бар ма деген мысалы айтылыпты. Қай елдің баспасөзі мықты болса, сол елдің өзі де мықты деп еді ғой Міржақып Дулатұлы. Бұл пікір әлі де күшінде. Мақала авторы қазақ газеттерінің таралымын арттыру үшін мынадай ұсыныс айтады. Республикамыздың ірі мегаполистерінде, облыс орталықтарында мемлекет мүдделілік танытып, Қазпоштаның дүңгіршектерін ашу керек. Сөйтіп, ана тіліміздегі газеттер мен журналдардың бөлшек саудаға еркін шығарылуына мүмкіндік жасау қажет. Ал қазіргі жағдайда ондай мүмкіндік қазақ басылымдары үшін болмай тұр. Мақала авторының толық ойын ана тілі газетінен оқыңыздар.